Сәлем достар, сіздермен бірге мен компьютерлік технологиялар кафедрасының студенті. Олай болса, бүгін сіздермен бірге компьютерлік технологиялар кафедрасы жайлы барлық мағлұматты білетін боламыз. Олай болса, кеттік. Ал ендеше экскурсияны мен жалғастырамын. Компьютерлік технологиялар кафедрасына кеттік. Мінекей біз компьютерлік технологиялар кафедрасына келдік. Ендеше ішке кірейік. Компьютерлік технологиялар кафедрасы ғылыми-педагогикалық қызметін 2017 жылы Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дербес құрылымдық бөлімше ретінде жұмыс жасайды. Кафедра IT және арт жүйелері саласындағы мамандарды дайындайды. Медиа журналистика мамандығы бойынша кадрларды қабылдайды. Медиа және ойын технологиясы. Компьютерлік технологиялар кафедрасының оқытушыларының ішінде 1 ғылым докторы, 6 ғылым кандидаты, 2 PhD және 4 магистр бар. Кафедра түлектері бұқаралық ақпараттар құралдарында, коммерциялық ұйымдарда, ғылыми ұйымдарда, оқу орындарын қоса алғанда, кез келген ұйымдарда бақ және деректі журналистері, SMM менеджерлері, бағдарламашылар, веб әзірлеушілер, желі және деректер базасының әкімшілігі болып жұмыс жасай алады. Кафедра оқытушылары өздерінің белсенді халықаралық байланыстары нәтижесінде студенттер мен оқытушылардың академиялық мобильдігі үшін әлемдік алдыңғы қатарлы ғылым орталықтары мен университеттерінде студенттерге 1 семестрға оқуға мүмкіндік жасайды. Осымен біздің экскурсиямыз аяқталды. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, компьютерлік технологиялар кафедрасына, яғни 76-ші кабинетке келіп сұрасаңыздар болады. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі көріскенше.